Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және қадірлі оқушылар. 23-ші сабағымыз О, Ö, Ф. Жақына көрсетейін. Екі торгөз тастап, жоғарыдан О әрпін домалақ етіп, сопақша етіп жазамыз. Өте оңай. Жоғарыдан О. От сөзін бірге жазып көрейік. От. Келесі бізде тура О әрпі сияқты жоғарыдан сопақша етіп жазамыз. Қиғаш жолдың бойымен шықпай жазып, ортасында белдігін саламыз. Тағы да бір рет қиғаш жолдың бойымен сопақшамызды салып алып, белдігін сызамыз. Енді екі торгөз тастап, өт сөзін жазып көрейік. Келесі бізде Ф әрпі. Үстіңгі бөлігі сызықтың үстіне қарай жазылады. 9 санын жазған сияқты елестетеміз. Жоғарыдан домалақ сызып, қиғаш сызықтың бойымен түзе түсеміз. Астыңғы сызыққа жеткенде артқа қайырамыз. Екінші домалағын салып аламын. Ф. Қайталаймын. 9 санын жазған сияқты. 1, 2, 3, 4. Ф. Енді фокус сөзін жазып көрейік. Фокус.